Сұрапыл жұттан, қуаңшылықтан жапа шегіп Түркменстанның Ташауыз елді мекенін паналаған отбасында, яғни 1841 жылы қаңтардың 7-сінде Қашаған Күржіманұлы қазақ отбасында дүниеге келеді. Әкесі Күржіман кедейлікпен күн кешеді. Қашаған әкеден жастай жетім қалады. Бұғанасы бекімеген, қабырғасы қатпаған ол жоқшылық тауқыметін көп көреді. Сол ауыр күндерді былайша еске алады. Атам бір қайтты дүниеден, 5 жаста жетім қалдырды, басыма қайғы салдырды, анам көрді жесірлік. Өзім көрдім жетімдік, сөйтіп басым қаңғырды. Бірақ жетімдік болашақ ақынның жас жүрегін бұғаулай алмады. Өмір соққысы жігерлі жасты шыңдап құлшындыра түсті. Әкесі Күржіман өлген соң ескілікті әдеп құрып салты, анасы Ырыстыны қайнағасы Сәрсенбайға отастырады да Қашаған жастай соның тәрбиесінде болады. Қиуа хандығының жергілікті әкімдерінен қысым көріп, күн өлтісі қиындаған қазақ ауылдармен бірге Сәрсенбайлар да Жем өзенінің Каспийге құяр сағасына Қара өзекке көшеді. Бұл кезде Қашаған 14-15 жастағы жас бала болатын. Оны қатты толғандырған батағадан балық аулап талғажау еткен шетте балалы Сәрсенбайдың қаледі. Көп ұзамай-ақ анасы да дүние салады. Енді оған салмақ болудың жөні жоқ деген оймен Қашаған өз бетімен кәсіп қылып Көкжар жәрмеңкесіне барады. Сергей дейтін саудагерге жалданып, Орынборға мал айдайды. Бұл кәсіпте Қашаған 1 жылдай жүреді. Жаздың тамыз ыстығында, қыстың қақаған боранында, күз бен көктемдегі лайсаң жауын шашынды күндерде мал соңынан көп қиындық көреді. Қабырғасы қатып, бұғанасы бекімеген жас бала үйсіз-күйсіз азап шегеді. Бірақ осы қиындықтың бәрі де Қашағанды жасталмайды. Өжет жастың жігерін қайрап, жалынды жыр тудырады. Қашағанға ақындық қону туралы немере інісі жыршы Шәдіман Үсенбаев былай дейді: жас, шілде, өкшесі ойылып, табаны сойылып, мал соңында азап шегіп арба ашқан Қашаған бала таяғын жерге жаншып, шапанын күрке етіп, көлеңкеге қисая кеткен. Көзі ілініп кетеді. Түс көреді. Түсінде бір қара кісі келіп, баланы қолынан тартып тұрғызып, «Дор бала баласың ба, қапшықта баласың ба?» деп сұрайды. «Бергеніңді аламын», дейді Қашаған. Қара кісі қолын жайып бата береді. «Өнер бердім, елге шаш», дейді. Қашаған бұдан бұлай суырып салма ақын болады. Баласының азамат болып жалшылық сапардан табысты оралғанына қуанған Сәрсенбай той жасайды. Қашаған осы тойда елден кеткеннен келгенге дейінгі сапарын жырлап береді. Тойдан кейін ақындық атағы елге тарайды. Қашағанның жас кезінен жаттай илтей өскені Махамбет пен Шернияз, Абыл ақын, есет жырлары болса, өз замандастарынан ерекше қадір тұтқаны Нұрым мен Ақтан ақындар. Көзім көрген адамда Абыл мен Нұрым Ақтаным, осылар еді тақтағым, деп оларды әркез айта жүрген. Қашаған жырау базардан бір мәсі сатып алып киеді де бір байдың үйіне келіп қонады. Сол үйде Мұстақ деген етікші Қашағанға «Мәсіңіз өзіңізге лайықсау екен» деп қоймапты. Сонда Қашаған мазасын ала берген етікшіге қарап былай депті: «Мәсімнің басы тарлау, қонышы қысқа, саудалап алып едім асығыста. Болғанмен басы тарлау, қонышы қысқа, сыпайлап ұлтанменен басын ұста. Мұстағау, өзің ақшаң түгел болса, көпірмей жайың отыр, көтіңді қыста». Ақынды әжуалаймын деген етікші аңдамай сөйлеймін деп сазайын осылай тартыпты. Құрманғазы мен Қашаған. Бұл 1888 жылдар шамасы болатын. Жақсы көретін шәкірті Динамен соңғы рет кездеседі Құрманғазы. Ұстазы мен шәкірті біраз күндер домбыра тартып күн өткізеді. Динамен қоштасып,
Құрманғазы енді өзінің бұрынғы досы Қашаған ақынның Бөкей жеріне келіп жүргенін естіп, оны тауып алады. Қашаған екеуі бұдан көп жылдар бұрын талай рет бірге болып, талай рет Қашағанның Құрманғазының домбырасын қорғағанын естеріне түсіреді. Ол мынандай оқиға еді. Қашаған мен Құрманғазы бір күні ел аралап жүріп, бір дүмше молданың үйіне келеді. Молда далада шығып кеткенде, кішкене баласы Құрманғазының домбырасын ұстап, қызықтап ойнап отырады. Қашағанда Құрманғазы балаға еш нәрсе демейді. Сырттан бір кезде молда келіп баласына ақырып, «Ей, қолыңдағы қу ағашың не? Таста!» дейді. Бала қорыққаннан домбыраны иесіне қайтарып береді. Сонда Қашаған молдаға қарап, домбыраны қолына ала отырып, «Қолымдағы қу ағаш, сөйлеп тұрған бұл ағаш. Қолымдағы ағашым алып жүрген домбыра. Домбыра күні деген сөз тек бір айтқан дабыра. Таңда мақшар болғанда, кімнің жақсы жаманын ала білер соңыра. Пайғамбарым туғанда, бесік болған бұл ағаш. Ыбырайым қағба салғанда, мешіт болған бұл ағаш. Ақырам үйдің алдында, есік болған бұл ағаш. Өзіңді тақсыр молда дейді, боқтағаның қай ағаш. Хазіреті Мұсаға аса болған бұл ағаш. Жәннаттарға тозақтан таса болған бұл ағаш. Батырлардың қолында найзасына сап болғанда бұл ағаш. Өзіңді тақсыр молда дейді, боқтағаның қай ағаш. Дарияның бетінде пырақ болған бұл ағаш. Әулиенің басында шарақ болған бұл ағаш. Харппенен қасірге қуат болған бұл ағаш. Жетімменен жесірге суат болған бұл ағаш. Таршылық көрген талайға нәсіп болған бұл ағаш. Балта ұстаған шеберге кәсіп болған бұл ағаш. Өзіңді қазақ молда дейді, боқтағаның қай ағаш. Шегін күнә десеңіз, жұмақтан келген қойдікі, пердесін күнә дейсің бе? Есебі бол пәннің 12, құлағын күнә десеңіз, Хазіреті Біләлдің құлағы екен деседі. Тиегін күнә десеңіз, шиеленген сыр шешеді. Зауықты күнә демеңіз, о да айтпен тойдікі. Сазды күнә демеңіз, атамыз адам пайғамбар. Жеті сазбен жерге кеп, күй шертіпті деген бар. Ол күндегі ода саз, бұл күндегі бұда саз. Сазды күнә деп жүрген, молда кесенің ақылың аз. Деп дүмше молданы әбден жерлейді. Қашаған дүмше молданың аузына шөп өлшеп алып, оның білім шамасын, сезгесін Құдайды, жұмақты, Хазіреті Біләлді, жұмақтан келген төрт қылышты сазды тауып алып, шала сауатты молданың діңгесін құртады. Жапалақты жапалақпен ұрып, діннің өз тілінде дәлелдерді үйіп төгіп, домбыраны ақтап алады. Бұл оқиға шамамен 1900 жылдары жазда Ұлы Құр үстінде өткен. Осы айтысты жеткізуші жыршы Шыманұлы Айтқұлдың айтуынша, Сығай деген байдың үйінде жыр жырлап жатқан Қашағанның үстіне қасында бір жолдасы бар Мұрат Мөңкұлы ақын кіріп келіп, Қашекеңе өлеңмен сәлем береді. Аман есен жүрмісің, Қашаған аға, заңғарым. Қайдан білсін мына жұрт Қашаған мен Мұраттың антасып дос болғанын. Біліп келе жатырмын. Кейбір жылпос қулардың айдап салып біздерді айтыстырмақ арманын. Нәсібеміз таусылбай көрістірді бізді тағыда бергені ғой, бұл да Алланың. Қашаған Мұраттың айтқанына жауап ретінде былай дейді. Бармысың менің жүйрігім, алдыңа қара салмаған, айбым бар, білемін, іздеп сені бармаған. Қу түрліктің қамымен, әнеден хабар алмаған, болдың ба тәуір тарланым, құшағыңда шқанекей, мауқымда басып алайын, отырғасын жайқасып, айтармын сөздің қалғанын. Деп орнын Қашаған бағзы өнерпаздар дәстүрімен көп елді аралаған. Ол Маңғыстау, Хорезм аймағы мен Еділ жайық, Елек, Қобда, Жемсағыз, Ойыл, Қиыл өзендерінің бойын жайлайтын елдердің бәрінде болған. Қашаған халық өмірімен кең танысқан. Аты шулы Бұқара жыршысы Үстем Тап өкілдерінің шинейтін сілтілі өлеңдер шығарып, айтысқа түседі. Елдің өткен шежіре тарихына көз жіберіп, атамекен, Адайтегі сияқты
көлемді шығармалар жырлайды. Сондай-ақ ел басына түскен ауыр оқиғалардың куәсі болып, Топан сияқты бұқара өмірінің әдеби шежіресін толғайды. Кеңістік дәуір тұсы қашаған ақынды кедейлік, аурулық тауқыметі тақымдап тастаған кезеді. 80-ге аяқ басып, жұбайынан ерте айырылып жалғызбастылық меңдеткен ақын Құлат мекеніндегі қараша күркеде серпіле шығып, ел аралап кетеді. Өмірінің көп жылдары өткен жем бойы Астрахан қолтығындағы елдерге барып, Бұхараның күні туғандығына қуана жырға қосады. Алайда майталман ақынға ескілік ауру тағы да құрық салып, 86 жасқа келгенде көз нұрынан айырылып, соқыр болады. 88 жасында 1929 жылдың 25 тамызы күні Маңғыстауда Құлат мекенінде дүниеге салады. Бейіті сол маңдағы Қырықкез деген жерде. Қашағанның өлер алдындағы сөзі. Аға жеңге алдымда біреу жоқ, ебелектей боп тұр мынау тірегі жоқ, жақсы менен жаманның бәрін көрдім, мен тамырсыз қу емен тірегі жоқ. Халық жүгін қайыспай арқалап ем, өтті кетті мереке белгісі жоқ. 14 ұрпақ өркенім жастай солған, мен қуағаш пайдасыз жемісі жоқ. Адайдың әруағын жасытпадым, топ көрсем арғаландым, тасып қаным. Аға жеңге кішілер қош болыңдар, жұмақты молдалар көп айтқаныменен, тезеруге артыма асықпағын. Сайрадым 75 жыл бұл өмірде, 13-те сөз құрауға машықтандым. Дүние жеткізбейтін түлкім менің, қош болың ағайын жұрт шіркіндерім. 80-нің 8-нен өтіп барам, 13-те орта көріп сөйлегелі. Бір жерде сөз таба алмай іркілмедім. Маңғыстау еділ жайық сағыз жемі, сарыарқа қазағымның қалың елі, бұлбұлға мәуе емес басқа қонып, бұл күнде күйім кетіп күркілдедім. Жақсы мен жайсаңдарым бақұл болың, бәрін құмар сөзіме іңкәр едің. Арқар шықпас қиынға жұмсасаңда, сыр алдырмас самғаған сұңқар едім. Әубәкір Аралбай Майлықожа, оңдастың Базарбайы бәрі дәмдес, кембеді солардан да менің шенім. Жолдығыма таласпай құрмет тұтқан, мен қашаған мінекей біттідем. Самғадым мен жиында тілді безеп, 3 рет ұя салдым кезек-кезек, тұқымым 14 рет көктеп шығып, жас кетіп барлығы да өртенді өзек. Жалғыз сен іңкәр едің содан қалған, жиенім іңкәрімнен сұрап алған, сармолда қол қанатым жан жүрегім, атаңда бір жетілік ғұмыр қалды. Басымнан көшер болды дүние жалған, жақын жуық жайсаңның бәрін жина, арыздасып айтайын есте бардан. Ақынның ұрпағына келетін болсақ, өлеңде кездескендей 3 рет ұя салдым, яғни 3 рет үйленгені айтылады. Неліктен 3 рет үйленгеніне келетін болсақ, кішкені балалары жастайынан шетіней берген. Барлығы 14 ұрпаға жастай о дүниелік болған. Халық жүгін қайыспай арқалап ем, өтті кетті мереке белгісі жоқ. 14 ұрпақ өркенім жастай солған, мен қу ағаш пайдасыз жемісі жоқ деп, осы өлеңдерден аңғаруға болады. Қашаған ақынның 3-ші әйелі Мұңал Бәйімбет Жақау ауылының қызы, Алтынзердің туған балалары да тұрмай жасында өле беріпті. Қашаған бір сапарға кетерде, ауылда ойнап жүрген 4 жасар баласы Абылай ақын сапардан оралса қайтыс болған екен. Сол қайғымен Қашаған қара суда татпастан теріс қарап жатып алады. Аралбай көңіл айтуға келгенде ғана басын көтеріпті. Аралбай өлеңмен көңіл айтқасын Қашаған: «Әй, Аралжан-ай, біздікі тек сандырақ екен ғой», деп көрсініпті дейді. Неше балам өлді, әр қайсысы қайтқан сайын қасірет тартып, қайғы жұтып. Шығарған сөздерім апаң Алтынзердің бір жоқтауына татымайтын бос малшылма деп қалам. Сөздің алтыны менің Алтынзерімнің жүрегінде екен, депті.
Сонда ойында ештеңе жоқ Аралбай апасы Алтынзерден: «Апа, жоқтаудан не айттыңыз?» деп сұрапты. «Жаған екеуіңе Алланың сыйы, көрде қолыңа ұстамай күйігін тарт дегенде емес пе? Жездең мен тұрсақ, Құдекеңнің келесі бір беріп алғаныңда тыңдарсың дағы» депті. Мына сөзден кейін үй ішінде толып отырған адамдар түгел ауыр күрсініп жерге қарап қалыпты. Бұл үнсіздікті туғызып алған Аралбай өзінен өзі ыңғайсызданып сол жерде былай деген екен: «Апеке, аңдаусыз да айтып алдым, ойымда арамдық жоқ, қайтып алдым. Алланың берері көп» деген сөзі біздерге үлгісі деп шайқылардың. Көңіліңнің өрнегіне көз жеткесін ойлап ем, ұстайын деп сөздестесін, айтпасаң айтпай-ақ қой, жоқтау құрсын, біздерге енді мұндай кездеспесін. Тар жерде қинап алдым менде апамды, қан болып көздің жасы жерге тамды, тақтың түбі тайқы деген сөз бар, көпшілік қолың жайып бер батаңды. Апеке, өзің сұңқар, ерің тұлпар, тізгінін тірі болса талай жұлқар, өмірі ұзақ болсын деп тілеңдер, апамның құрсағында жатыр іңкәр. Айтса айтқандай, көп ұзамай-ақ Алтынсер жүкті болып қыз бала туады. Қашаған оның есімін Аралбайдың өзі қойып кетті ғой, деп іңкәр қойыпты. Сол іңкәрдің тілі былдырап, жаңа шығып келе жатқанда балалары тұрмай өзегі өртенген Қашаған қызын алдына алып отырып былай деп өлеңдетеді екен: «Болғанда шешең алтын, әкең өзім, қалайша ұйқаспайды сенің сөзің. Маған десең тілің жоқ, сақауақ бол, әйтеуір тірі болшы бота өзім». Ақын бақилық сапарға осы жалғыз перзенті іңкәрінің қолынан аттанған екен. Туған жердің тарихын, құндылықтарын өскелең ұрпақ білсін деген ниеттен міне біз Қашаған атамыздың басына құран бағыштауға жолға шықтық. Қашаған атамыздың бейіті Маңғыстау ауданы Шайыр ауылынан 12 шақырымдай солтүстік шығысында орналасқан. Ал біз Таушық ауылынан Қаражанбасқа баратын жолмен бардық. Ол жерден есептегенде Қашаған атамыздың жатқан Қырықкез қорымы Ағаспенің оңтүстік шығысынан 14 шақырым жерде орналасқан. Яғни 14 шақырым қара жолмен жүріп келдік. Зират дөң үстінде орналасқан. Шайыр ауылы ойдан жылтырап көрініп тұрады. Жалпы мен үшін Маңғыстаудағы ең әдемі жерлердің бірі осы Шайыр ауылы. Айналасында қара таулар, шерқала, ғажайып бір сыр шертетін тарихи өлке. Қауым басына зират етіп құран бағыштадық. Міне осы жердің Қырықкез аталуына себепкер болған бейіт басына келдік. Жалпы ел аузындағы аңыздарға сүйенсек, осы жерге бір кісіні жерлемек болғанда, әлгі адамның денесі бір кезге ұзарып кететін болған. Яғни шамамен 80 сантиметрге. Осылайша қабірге симай қалып, қабірді кеңейтіп қайта жерлейді. Ол кісі тағы да симай қалады. Осылайша 40 кезге дейін созылған адамның денесі деген аңыз бала күнімізден таныс. Алайда бұл жердегі міне осындай сыр тұнған құпия жәдігерлі жазбалар әлі зерттелуді қажет етеді. Міне осындай өзіміздің
туған өлкеміздің құнды тарихын білу міндетіміз болып табылады. Көне жазулар, көне өрнектермен тізілді. Ақынның артында қалған өлеңдері, жырлары жерлестеріне, тіпті бүкіл қазақ еліне ғибрат болғаны анық. Қашағанның әр өткір мінезді жырлары, Төлеген Айбергенов ағамыз айтқандай, өлеңім менің бөбегім деген секілді, артынан ерген тамырын тереңге жайған өзінің мұрагерлері секілді.